Болашақ енесіне арналған қалың мал. Сен менің ұлыма тұрмысқа шыққалы отырсың ғой, демек оғанда, біздің әулетімізге де өзіңмен бірге дүние әкелуің керек. Сол үшін сенің мына пәтерің дәл келеді. Бұл сөздер өте қарапайым, ешқандай ерекшеліксіз айтылды. Анар зығыр майлықпен ернін жайлап сүртіп, ауыр күміс шанышқына шетке қойды да, қызыл шарап құйылған бокалдың ар жағынан болашақ келініне көз тастады. Оның көз қарасы тым сабырлы еді. Тіпті тым сабырлы болғаны сонша, Айгүл бір сәтке өз құлағына өзі сенбей қалды. Бұл кешкі ас бастапқыда жайлы, отбасы ішіндегі жылы кездесу ретінде жоспарланған еді. Үйлену тойындағы дастарханға қандай майлық төселеді, қай мейрамхана таңдалады, осылар талқылануы керек болатын. Ілес үстелдің айналасында жүгіріп жүріп, анасына шарап құйып, Айгүлге пісірілген үйректен қамқорлықпен салып беріп жатты. Нағыз идиллия, жылтыр журналдан алынған сурет секілді. Тек болашақ енесінің қымбат иіс суының тұншықтыратын иісін есептемегенде, одан Айгүлдің бір сағаттан бері самайы сыздап тұр еді. Терезедегі ауыр перделер кешкі жарықты өткізбей, бөлмені қараңғылап жіберген. Ілестің пәтері, дәлірек айтқанда, Анар жалғыз ұлына сатып әперген бұл үй антиквар жиһазымен және жасанды ақсүйекті көрінісімен адамды қысып жіберетіндей, Айгүл баяу ғана пышақты тәрелгенің шетіне қойды. Металдың фарфорға тиген дыбысы құлаққа тым қатты естілді. Қалың мал деп қайта сұрады ол, даусын барынша сабырлы ұстауға тырысып. Сіз менің студия пәтерімді айтып тұрсыз ба? Анар мысқылдай жымиып қойды. Әрине, соны. Бұнда тұрған не бар? Бұл қалыпты нәрсе. Ол мінсіз шашын түзеп, сұқ саусағындағы ірі жүзігін жарқ еткізді. Дәл соны, қарағым. Неке жай ғана мөр емес, ол бірігу. Сен біздің әулетке кіресің, біздің өз дәстүріміз, өз ережеміз бар. Ежелден бері әйел жаңа отбасына жасаумен келген. Бұл сенің сенімді екеніңнің кепілі. Яғни сен біреудің дүниесіне қызыққан пайдакүнем емес екеніңді дәлелдейсің. Бұл сөздер ауада ілініп қалғандай болды. Айгүл көзін Ілеске аударды. Оның сүйіктісі бір ай бұрын бірге сақина таңдаған адамы. Өзіне сен күшті, тәуелсіз әйелсің деп мақтап жүрген сол Ілес, шет аймақтағы 24 шаршы метрлік студия. Айгүл ол пәтер үшін 5 жыл бойы тынымсыз еңбек етті. Қосымша ауысымдар алды, демалыстан бас тартты, ипотеканы тезірек жабу үшін арзан тамақпен күнелтті, банктың пайыздарына жем болмау үшін барын салды. Әрбір шаршы метрі оның маңдай термен, шаршаудан метр ішінде қалып кеткен сәттердегі көз жасымен келген еді. Ал күйеу жігіт болса, сол үйректі жай ғана жеп отырды. Ілес деді Айгүл ақырын ғана, даусы дірілдеп шықты. Бұл қорқыныштан емес, түсініксіз бір жабайы таңданыстан еді. Ілес ауыр күрсініп, құралдарын қойды да, әдеттегі жұмсақ жымисын бетіне жапсырды. Ол әрдайым Айгүлді тыныштандыратын. Ол үстел үстінен қолын созып, қыздың қолын ұстап, саусақтарын баяу сипалай бастады. Қымбаттым, неге уайымдап қалдың? Деді ол, даусы балдай жұмсақ. Анам ескі тәрбиемен өскен адам. Дәстүрді құрметтейді, бұл жай ғана белгі. Біздің отбасымызға деген құрметіңнің белгісі. Айгүл оның әдемі жүзіне қарап, танымастай күйге түсті. Құрмет белгісі 8 миллион тұратын ма? Деп сыбырлады ол. Ілес қабағын сәл түйіп, бұл сөзді орынсыз естігендей кейіп танытты. Неге бәрін ақшаға тіреп қоясың? Деді ол жұмсақ ренішпен. Соншалық прагматик болма. Бұл жай формалдылық. Менің атыма жазып қоясың, бәрібір бірге тұрамыз ғой. Оны жалға беріп, ақшасын ортақ бюджетке қосамыз деп жүргенбіз. Анам үшін маңыздысы сенің маған адал екенің, өтілай бізге тапсыратын. Бізде солай қалыптасқан. Ер адам басшы, әйел бәрін отбасыға береді, күйеуіне сенеді. Әлде бір кесек бетон біздің сенімімізден маңызды ма? Анар разы кейіппен басын изеді. Дәл солай. Сен отбасыңды ұсақ есептен бастап құрмайсың ғой. Біз сені қарапайым қызды қамтамасыз етілген ортаға қабылдап жатырмыз, саған мәртебе беріп отырмыз. Ал сен болсаң, шеттегі бір бетон қорапты қимай отырсың. Су, мұздай су Айгүлдің саусақ ұшынан бастап, баяу бүкіл денесіне тарай бастады. Ешқандай истерика, ешқандай көз жасы жоқ. Керісінше, көру қабілеті кенеттен керемет айқын болды. Ол дастархан үстіндегі кішкентай қалдықты көрді. Ілестің тамақты жұтып жатқанда мойны қалай қозғалып тұрғанын байқады. Оның анасының көзіндегі жеңіске толы жылтылын да байқап қалды. Барлығын алдын ала жоспарлағандары көрініп тұрды. Кім қалай бас айтады,
Ілес қалай жақсы полицей роліне кірсет, ал анасы дәстүрді сақтаушы ретінде Айгүл абайлап Ілестің қолының астынан өз қолын шығарып, орындыққа сүйреп. Кең, шын жүректен шыққан, қуанышты күлкісімен жымиды. Ілес таңданып, оның реакциясына көзін қиып қарады. Анар да сәл қырылды. Өйткені ол немесе бағынған көз жастарын, немесе жанжалды күткен еді. Ал мұнда жарқыраған күлкі. Анар, сіз шын генийсіз ғой, деген қуанышпен айтты Айгүл. Ене күдіктене қарайды. Қандай мағынада? Өте тікелей. Айгүл қолын жайды. Қалай, мен өзім ойлап таппай қалдым. Сіз дұрыс айтасыз. Дәстүр бұл фундамент. Бұл берік некенің тірегі. Мен де тарихты, ежелгі әдет-ғұрыптарды жақсы білемін. Сіз дәл қазір менің көзімді ашып жібердіңіз. Ілес жеңіл дем алып, иықтарын босатты. Міне, бәрі жақсы өтті. Қызымыз түсінікті. Аллаға шүкір, мені қуантып отырсың қарағым. Сен анамды түсіндің, деді ол қайтадан қолын ұстауға тырысып. Айгүл қолын қайырып, алақандарын үстелге қойып, саусақтарын тірестірді. Әрине, түсіндім. Қалың мал, сыйлық, бағыну бәрі этнография оқулығындай. Бірақ, Анар, егер біз ата-бабамыздың ережесі бойынша ойнайтын болсақ, оны соңына дейін орындау керек. Екі стандартсыз не айтып тұрсың? Деп құрғақ сұрады ене, сыр барын сезіп. Әрине, қалыми жайлы. Айгүл иық көтерді. Ауа райы немесе қалың мал сияқты әдеттегі нәрсені айтып тұрғандай. Кез келген дәстүрлі патриархалды мәдениетте, егер қыз сыйлықпен келсе, күйеу отбасы қыздың отбасына жұмыс күші үшін өтем жасауға міндетті. Менің анам мені жалғыз тәрбиелеп, күш-қуат жұмсады. Енді мен сіздердің керемет әулетіңізге келіп, өз мүлкімді тапсырып жатырмын. Демек, сіздер анама жауап ретінде мен үшін меншікті, мәртебелі сыйлық жасауыңыз керек. Отбасыңыздың статусын көрсету үшін. Анардың беті дақтанып, мойны қатайып, дәл қазір жарылғалы тұрғандай болды. Қай сыйлық тағы, бұл қандай ақымақтық? Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Ой, күтіңіз, деп Айгүл ойдан шығарғандай көзін кеңейтті. 5 минут бұрын біз домострой мен қалыңмал дәуірінде өмір сүрдік. Сіздер қай ғасырда екенімізді анықтап алыңыздар. Міне, дәстүрді құрметтесек, менің студиям шамамен 8.000 теңге тұрады. Ертең таңертең оны Ілестің атына тіркей аламын. Ілес алға еңкейді. Көздері жанды. Шынымен бе? Толықтай, деп Айгүл нотариустың алдында дәл сол сәтте басын изеді. Анар дачуға сыйлыққа қол қойған бойда, қай дача? Деп таңғалудан өз дауысын шығара алмады ене. Бәрін түсінгенімен, жаңа Ригадағы элиталық поселкеде, деп сыпайы айтты. Айгүл, кешеліктен өздеріңіз айтып едіңіздер, сол жерде шақшалар қалай тамаша ән салады. 200 шаршы метр, ландшафтпен бірге жер учаскесі, бағасы кем дегенде 25 миллион, кейде 30-ға дейін. Мінсіз қалың мал, сіздердің мәртебелеріңізге лайық. Сіз дачаны анама өтем ретінде бересіз, мен Ілестің студиясын сыйлаймын. Классикалық патриархалды айырбас, сіз ешқандай пайда күнем емессіз ғой. Анар, отбасы арасындағы сенім көрсеткіші маңызды емес пе? Деп Айгүл тыныштықпен айтты. Ене демін қысып, ауа жұтып қалды, тұрып қалғандай. Қолы дірілдеп, шарап бокалы сәл аударылып, бірнеше қызыл тамшы аппақ дастарханға төгіліп кетті. Қалай саған тілің айналды? Деп айғайлады Анар, ластығын жоғалтпай бірден. Дауысы базарлық интонацияға ауысты. Менің, біздің отбасымыздың ұясын талап етуге, сен білесің бе, сонда қанша күш жұмсалды. Менің марқұм күйеуім сол жерді алуға тер төкті. Сол сияқты мен өз студиямды лотереядан ұтып алған жоқпын, деп тыныш жауап берді Айгүл. Күндіз түні жұмыс істедім, ал сіз оны менің қалың мал деп атадыңыз. Демек, ертең дачамен нотариусқа барамыз. Сен нағыз еркекке таңсық қызсың. Деп айғайлады Анар, жұдырығын үстелге түйіп. Фарфор шулы дыбыс шықты. Сен бізге тең келмейсің. Менің де ойым дұрыс шықты. Саған тек біздің ақшамыз кереген. Деп Ілес кенет тұрып кетті. Орындық артына ұшып кетті. Оның жұмсақтығы мен майда жымесі қайда кетті. Бетінің кескіні ашуланудан өзгеріп кетті. Айгүл, сен ақылдан адасып кеткенсің, деп айқайлады ол. Үстінен түсе отырып, қалайша сен менің анама осылай сөйлей аласың? Ол саған ұсыныс жасады. Ал сен бізді тонап дачаны талап етіп отырсың. Айгүл дәл отырды. Өмірін бірге өткізетін, балаларын сүйетін, қуанышы мен қасіретін бөлісетін адамға қарап, тек шексіз жеңілдік сезімін ғана сезді. Құдай-ау, жақсы көріп қана қоймай, бұл әңгімені ЗАГСқа дейін жеткізгеніне рахмет. Қалай жақсы уақытында бұл әйел барыншаны ойнауды шешкен.
Айгүл баяу тұрып белдемшесін түзетті. Білемін бе, Ілес, деп толықтай сабырлы айтты ол. Мен сендердің дәстүрлер үшін уайымдайтыныңды ойладым. Ал шынында сіздер тек тегіндікке құмар екенсіздер. Сыртқы сөзбен әдемі көрінгенмен тегін пәтерді тартып алғыңыз келді. Шығып кетсең менің үйімнен, деп Анар айқайлады, жүрегін ұстағандай. Мұнда саусақ сілтеме берме, Ілес, онықтармен сөйлеспе, қорықпаңыз, Анар, деді Айгүл, жүзі салқын. Ол кішігірім бриллиант пен помолка сақинасын сұқ саусағынан шешті де, оны екі саусағымен абайлап Ілестің бокалына салып жіберді. Бульк сақина түбіне кетті. Кешкі ас тамаша өтті. Үйрек сәл құрғақ болса да, жалпы алғанда қабылдауға болатын еді. Айгүл айналып прихожаяға бет алды. Арқа түзу, қадам сенімді, артынан Ілестің ауыр демі мен анасының қолдарында жылан үйірді деген сөзі естіліп жатты. Бірақ ол тыңдамады. Пальтосын киді, сөмкесін көтерді де подъезге шықты. Есіктің жабылуы керемет әулеттен бөлді. Көшеде салқын, ұсақ жаңбыр жауып тұр еді, бірақ Айгүлге бұл табиғаттың ең керемет көрінісі сияқты болды. Телефон шығарып, брондалған банкетке қоңырау шалды. Қайырлы кеш. Иә, бұл Айгүл, мен 20 күнге бронды алып тастағым келеді, себеп? Деп сұрады. Айгүл жымиды. Үйдің жарқыраған терезелеріне қарап, дәстүрлерді түсіндіруде келісе алмадық. Иә, алдын ала төлемді картаға қайтарыңыз. Ол қоңырауды үзді де метроға қарай жүріп кетті. Алда өз пәтері, кішкентай, шетте құрылысқа қараған, бірақ толық